Кино қарап отырып сағатқа қарасам 6:30 болыпты. Ой, бұл күйеуім келеді деп тезірек картошканы аршып, оны турап, жіңішке қылып турадым да, үстінен осындай майонез қойып, духовкаға салам деп шештім. Французский ет деп аталады екен. Французский етті де жеп көрейік деп шештім. Үстіне помидор қойдым. Помидордың қойып болғаннан кейін үйде котлет жасайтын фаршымыз болған, сол фаршты тұздап, бұрыштап, осылай қойып шықтым. Этаж қылып қоясыздар бәрін. Маған подписка жасауды ұмытпаңыздар, лайк қоюды. Одан кейін қайтадан картошка қойдым. Осындай барлық тесік жерін жауып шықтым. Қайтадан майонезді жақтым. Әр слой сайын тұз себуді ұмытпаңыздар. Түрі аппа-демі помидорный тортқа ұқсап шықты. Осылай 200 градусқа 45 минутқа пісіріп алдым. Одан кейін шығарып, сыр сеуіп қайта салдым. Міне дәмі өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер.